Қазақстанның іргетасын бірге қалаушы адамзатпыз ғой. Сауатты болуымыздың деңгейі осы бізді тілді білуімізде. Демографиялық ситуация, жағдай түгел өзгерді. Біз енді соған қарай саясатты да өзгертуіміз керек. Халықты сыйлайтын болсақ, біз ең алдымен бірінші осы тілді сүйе білуіміз керек. Сонда қазақ халқында жаңағы сыйлаймыз. Армысыз, құрметті көрермен. Ой қозғау сараптамалық подкастының келесі санына қош келдіңіздер. Өткен бір подкастымызда біз Владислав Тен деген азаматпен кездескен болатынбыз. Ұлты корей, оның қазақ тіліне деген, қазақ халқына деген керемет адами қасиеттеріне риза болдық. Әрине Қазақстанда қазақ тілін меңгеріп, ел жұртқа үлгі болып жүрген көптеген азаматтарымыз бар. Ол біздің депутаттарымыз Максим Рожин, Геннадий Шиповских, вице-министр, оқу-ағарту вице-министрі Валентина Васильевна Жұмаділдаева. Сол сияқты жас азаматтар бар. Өзін Алексей Лодочников, өзін Алексей Қайықбаев деп айтатын Алексейіміз бар. Анастасия Кравченко, ол Көкшетау қаласындағы колледждің оқытушысы. Мен өзім жеке білетін Роза Пак, көп жылдар осы тіл мәселесі бойынша елдің ризашылығын алып жүрген азаматтар. Бүгін біз подкастымызға сонау Павлодардан арнайы тағы да бір осындай тамаша тұлғаны шақырдық. Ол бізде бүгін қонақта. Павлодар қаласының нөмір 39 инновациялық үлгідегі гимназия сыныптары бар, орта білім беретін мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Гросс Инга Райнгольдовна. Инга Райнгольдовна, біздің подкастқа қош келдіңіз. Қош келдік. Өте қуаныштымын. Осындай бір тағылымы мол шараларыңызға қатысып отырғаныма қуаныштымын. Сізді Павлодардан шақырдық. Сонау жерден алыстан ат арылтып келгеніңізге көп рахмет. Арнайы келдіңіз. Бұның өзі сіздің осы тілге деген жанашырлығыңыздың бір үлгісі деп ойлаймын. Сізді күткенде біз енді фамилияңызға, ат жөніңізге қарап, бәрі немістің бір азаматымен сөйлесетін шығармыз деп келбетіңізге қарасақ, таза қазақтың әдемі қызы, яғни сіз өзіңіздің өзі болмысыңызбен шын мәнінде қазақ халқына, қазақ ұлтына өте жақын екеніңізді көрсетіп отырсыз. Сондықтан енді бәрімізде де бір сұрақ туындайды, ол былай табиғи сұрақ. Өзіңіздің шығу теңіз туралы айтып берсеңіз. Жақсы, шынымен де енді аты жөнім Гросс Инга Райнгольдовна. Енді ұлтым құжат бойынша неміс деп жазылған. Бірақ дей тұрғанмен де жаным қазақ тілін мен қашанда өзімнің ана тілім деп білем. Жалпы қазақтың осы барлық болмысы, танымы менің бойыма сіңген. Бала жасымнан өзім тек қана осы қазақ тілінде сөйлеймін. Енді бұл менің қазақ тілінде сөйлеуім отбасым тарихында жатыр. Енді барлығымыз білеміз, мына қиын қыстау 1941-42 сұрапыл соғыс жылдары мына Поволжье аудандарынан, Қырым аудандарынан осы Қазақстанға біршама өзге ұлттарды жер аудару туралы үкім шығады. Сол уақытта 1.200.000 осы өзге ұлт өкілдері Қазақстанға жер аударылған кезде, соның 500.000-ға жуығы осы неміс отбасылары болатын. Сол отбасылардың ішінде менің атам бар еді. Атаңыз, әкеңіздің әкесі? Әкемнің әкесі, атам. Атам сол кезде небәрі 13 жастағы енді ойын баласы. Атам өзінің інісі бар. Ағайынды 2 бала өзінің ата-анасымен осы Қазақстанға жер аударылған болатын. Бірақ мына кейін өзіміз атамыздың қасында отырып әңгімесін тыңдаған кезде атамыздың қатты жаңағы налынатыны, ол жаңағы осы пойызда келе жатқан кезде ата-анасынан айырылып қалады жолшыбай. Енді ол кезде қиын қыстау заман, сол жаңағы пойыздың ішіндегі ауру бар, жаңағы аштық бар деген сияқты. Сол әке шешемізден айырылып, ол кісілердің жаңағы қай жерде жерленгенін, қай жерде қалып қойғанын біз білмедік. Жас балалар. Сөйтіп сол 2 жетім бала жаңағы біршама басқа да жаңағы неміс отбасыларымен бірге осы Қазақстан жеріне келіп жер жаңағы қоныстанады. Айтады ғой, мына қазақ халқында енді елге ел қосылса құт деген жақсы сөз бар ғой. Шынымен де осы қазақ халқы айрықша құшағын жайып, қарсы алып, осыған атам өмір бойы қазақ халқына ризашылығы сондай. Атам негізі өмір бойы өзің қазақпын деп,
қазақтың тегіненмін, қазақтың өзіне руын қойып алған болатын, атам қара кесектен боламын деп, қара кесектен боламын деп. Себебі бұл атамның шексіз ризашылығы. Сондай бір ауыр жаңағы кезеңде келген кезде өзі атам жиі бізге әңгімесін айтып отыратын, мына күн көру үшін жейтін наным адал болсын деп, жаңағы күндікке шаруа жасап, қолым шаруадан түспей, кешкі уақытта осы ауылдың қазақ балаларымен жаңағы ойын ойнап, содан қазақ тілін емін еркін үйреніп кеттім деген болатын. Енді қазір өзім жалпы мұғалім болып қызметте жүргеннен кейін, енді мен үшін, менің қазақ тілімді білетін, мен онымен мақтанмай, мен үшін мақтаныш сол 13 жастағы неміс жерінде дүниеге келген, қазақ тілін мүлде естімеген, қазақ халқын мүлде көрмеген атамның осындай жерге келіп таза қазақша сөйлеп кеткені мен үшін үлкен сондай бір мақтаныш. Соны әрқашанда өзім шәкірттеріме айта жүрем. Енді атам осында Қазақстан жерінде тұрып жатқаннан кейін, осы Эрика апам екеуі кейінгі жылдары енді отбасын құрып, үлкен әулет болған болатын. 10 баланы дүниеге әкелді, 7 ұл баласы бар. Енді мен әкем сол 7 ұл баланың ішінде, енді 5-ші ұлы осы Қазақстан жерінде дүниеге келіп тұр ғой. Осы енді мына өзі Павлодар облысымызға қарасты Май ауданы деген жер бар. Соның кішкентай ғана Абай қазақы бір болмысты ауыл. Сол жерде міне әкем дүниеге келген, 3 қыз балалар болған. Енді апайларым қазіргі. Сол бір қуантатыны, енді қазақы жерде тәрбиеленгеннен кейін жаңағы менің ағаларым, осы әкем барлығы 7 ұл қазақ қыздарын жаңағы енді өздеріне жар етіп алған, ал осы 3 апайым олар қазақ отбасына келін болып түскен болатын. Сондықтан да міне содан кейін енді мінекей біздер дүниеге келдік. Сондықтан да сондай бір үлкен тамырын тереңнен жайған, бір қазақы салт дәстүрді, қазақы тілді айрықша жақсы көрген сондай бір әулеттің қызы боламын. Енді қашанда әжем де айтып отыратын, осы қазақ халқының бала жандылығын, мал жандылығын ерекше айрықша құрмет тұтамыз деп. Шынымен де атам мен осылай менің емін еркін қазақша сөйлеуім, жаңа қазақы болмыстың ерекше бойыма сіңуі осы атам мен әжемнің тәрбиесі деп білемін. Себебі шынымен де өз заманында сондай бір өнегелі ел жұртқа, ауыл аймаққа, ауданға, облысымызға сондай бір қадірлі адамдар болған. Осындай енді ол жер ауып келген халық өте көп қой, әрине. Бірақ енді сіздің атаңыздай осылайша қазаққа толықтай сіңіп кеткен адамдар көп емес шығар. Сондықтан енді осындай атаңызды мақтан тұтып, мақтанышпен айтуға болады. Оны айтып та отырсыз, тамаша екен өмір жолыңыз. Енді өзіңіздің отбасыңыз, яғни қазақ. Енді сіз қазір мектептерде неміс тілі де бар, мысалы. Солай ғой. Неміс тілінде беруіңізге болар еді, өзімнің ұлтымның тілі, соны Қазақстанда дамытайын деп, оны енді біздің мемлекетте қолдайды. Әр тілді білгені дұрыс, бірақ сіз қазақ тілін таңдап алдыңыз. Сол неге қазақ тілін таңдап алғаныңыз? Енді қазақ тілі дегенде шынымен де бұл қазақы болмыс шығар. Жаңағы бойымызда ерекше бір қазақи болмыс бар. Содан жаңағы тілге деген ерекше құрмет. Шынымен де мен қазақ тілі мен үшін жай ғана мен сөйлейтін тіл емес, мен бұл тілді айрықша жақсы көремін, білмеймін, ерекше жақсы көретін сондай бір қасиетім бар. Енді өзім анам қазақ, және де балалық шағымнан енді сол кішкентай ғана бір ауылда өткендігінен болар, қазақтың шынымен де жақсы білемін. Сонымен қатар мектепте оқып жүрген кезде пәндердің ішінде барлық енді үздік оқушы болдық, барлық пәндерді жақсы меңгердім, бірақ осы қазақ тіліне деген жаңағы ниетім, махаббатым керемет болды. Сондықтан да мектепте жүріп те осы әсіресе қазақ әдебиетінің, қазақ прозасын сүйіп оқып, ерекше жақсы көрдім. Мына талай мектептегі байқауларға қатысып, бала жасымнан қазақ балаларынан озып кетіп жүрген. Қазақ балаларын шынымен де озып кетіп, талай қандай бір байқау болмаса да тілге қатысты, әдебиетке қатысты өлең оқу, сол жағына өте жақын тұрдым да, барлық жерде атсалысып, өзім жаңағы барлық сайыстарда қатысып жүрдім десе болады. Сол менің осы бір мамандық таңдауыма өзінің септігін тигізген болар деп ойлаймын.
Енді абай шығармашылығын көп жаттап өстім. Енді қазір де бар ғой абай оқулары дейді. Және де өзім айтып өттім ғой бағана жоғарыда абай ауылы деп. Кішкентай ғана балалық шағымның осы абай ауылында өткендігінен болар. Енді жалпы осы абай деген кім деген сияқты сұрақ бала кезімнен көкейімде жүрді. Енді ол кезде мектепке бармасақ та 4-5 жастағы ойын қызбаласы болған кезде де осы неге ауылымыздың аты абай екен, ол кісі деген кім екен деген сияқты бір аса бір қызығушылық болды. Шынымен де дегенмен де адам өзі, әр адамға өзінің туған жері ыстық қой, ол туған жердің атауы ыстық болады. Ол атау қайдан келді, ол тұлға кім екен, оны біздің білуіміз бір ерекше бізден жаңағы қажеттілікті тудыратындай. Сондықтан да сол кісінің жаңағы өмір жолын көп оқыдым, қызығушылығым болды. Өлеңдерін бала жасынан жаттап өстім, қара сөздерін оқып. Бір өлеңін оқып беретін шығарсыз, қазір сұраймыз. Абайдың. Өйткені абайдың әрбір өлеңі ол тағылым толған жатқан мән мағынасы өте қазір президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі енді елдің бәрі айтып жатыр. Маған да өте қатты ұнады сол мақала. Енді мемлекет басшыларының көп мақалалары бар ғой, бірақ соның ішінде абай және 21 ғасырда Қазақстан деген мақаласы керемет мақала. Сонда шын мәнінде осы уақытқа дейін де енді абайды бәріміз мақтап келдік қой. Бірақ абайды тереңнен қозғап, абайдың барлық философиясын жай ғана оны бір дәріптеп емес, соны осы қазіргі өмірге ендірудің жолдарын нұсқап көрсеткен бір мақала. Өте жақсы. Оның ішінде абайдың толық адамын айтты ол кісі. Соны жалпы білім беру мазмұнына енгізу, тек қана білім беру, білім мен тәрбие емес, бүкіл біздің осы қоғамдық өміріміздің барлық қарым-қатынасында да пайдалану, жаңағы 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деген ұстанымдарының барлығын осы мақалада көрсетті. Сондықтан енді абай десе бәрімізде қазір ойлана бастаймыз. Шынында да абайдың ғұлама мұраларын өмірге қалай пайдаланамыз. Себебі ол кісінің әрбір сөзі, әрбір фәлсапалық ой тұжырымдарының бәрі қазіргі өмірімізге қажет болып тұр. Солай ғой. Енді сіз қазақ тіл әдебиет пәні мұғалім болғандықтан оның барлығын қазір ортасында жүрсіз ғой. Сіздің енді мемлекеттік тілді білу азаматтық парызымыз деп айтқан сөзіңіз бар. Енді әрбір Қазақстанның азаматы осылай айтуы керек шығар. Бірақ енді сіздің осы сөзіңіздің мән мағынасы неде деп кейде ойланам. Соған өзіңіз қалай дейсіз? Яғни ол парыз, яғни ол Қазақстан азаматы демек ұлтыңызға қарамай ол парыз болуға тиіс, солай деп ойлайсыз ғой? Иә, шынымен де мемлекеттік тілді білу бұл үлкен парыз әрбір адамзат үшін. Енді осы қазақ жерінде тұрып жатқаннан кейін жалпы қазақ халқын танып білу, қазақ халқын осы болмысын түсіну үшін ол ең алдымен тілді білу керек. Жалпы халықтың халықтығын танытатын, халықтың сауаттылығын танытатын ол әрбір адамзаттың сол тілді білу деңгейі деп білемін. Сондықтан да осы Қазақстанның іргетасын бірге қалаушы адамзатпыз ғой. Сауатты болуымыздың деңгейі осы бізді тілді білуіміз деп білемін. Мәдениеттің деңгейі, адамшылықтың деңгейі. Осы қазақ жеріне деген ризашылығымыз, мінекей бағана айттым ғой, атамның ризашылығы сол тілді біліп, сол тілді халықты бірге сүйіп кетуінде. Сондықтан да бұл әрбір адамзат үшін ұлтына қарамай, қазағымызға да, басқа өзге ұлт этнос өкілдеріне де парыз болу керек деп білемін. Енді қараңызшы, шынында да бәріміз неше түрлі ұлыстар осы Қазақстанда тұрып жатырмыз. Енді тағдыр солай. Тұрып жатырмыз, экономиканы дамытып жатырмыз, көршіміз, бір-бірімізбен жұмыста қарым-қатынас жасаймыз, көшеде, транспортта деген сияқты. Яғни Қазақстанның барлық азаматтарын біріктіріп, бір ұйыстырып тұратын бір нәрсе болу керек қой. Солай ғой. Әйтпесе әркім өзінің жаңа жұмысымен, өзінің шаруасымен жүре беретін болса, ол бір әркімнің өз бет алдымен жүрген сияқты болады. Бірақ бізге ынтымақ, бірлестік керек. Бір мақсат, бір мүдде. Сондықтан осы тұрғанда айналып келгенде тілден басқа, оның ішінде мемлекеттік тіл деп статусы бар тілден басқа, бізді бір ұйыстыратын бір ортақ нәрсе қарағанда сол ғой енді. Иә, дұрыс айтасыз. Шынымен де енді қалай айтсақ екен, тіл ол сол ұлттың қалай
ұлттың бір бөлігі ғой, ұлттың жаны деп айтамыз, ұлттың жаны, коды дейді, коды, болмысы, танымы дейміз. Сол жаңағы тілді білмей, сол жаңағы бізге болмыс, таным бойымызға сіңбейді. Халықты сыйлайтын болсақ, біз ең алдымен бірінші осы тілді сүйе білуіміз керек. Сонда қазақ халқында жаңағы сыйлаймыз. Өзге ұлт өкілдеріне айтатыным енді. Және де әрбір қазақ өзін қазақпын деп тану үшін осы ана тілін білуі қажет. Енді қазіргі уақытта өте сондай бір келелі мәселе деп білем. Енді өзім орыс сыныптарында жұмыс жасағаннан кейін қазақ тілін үйретемін, бірақ та бұрын уақытта қалай бөлінетін, қазақ сыныбы және де орыс сыныбы деп бөліндік, өзге этнос өкілдеріне. Ал қазіргі міне тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда көбінде байқайтыным, өзім орыс сыныптарында жұмыс жасаймын. Орыс сыныптар деген енді атауы болғанмен, ол жерде отыратын балалар бізде орыс балалары емес, басқа этнос өкілдерінің балалары баршылық, бірақ көбінде қазіргі орыс сыныптарының 70-80% бұл қазақ балаларының орыс сыныбында отырғандығы. Сондықтан да бұл жерде енді оларға қазақ тілін мемлекеттік тіл емес, қазақ тілін ана тілі деңгейінде оқытуда осындай бір мәні бар деп білем. Шынымен де ана тілі дегеніміз қандай тіл деген, ең алғашқы өзіміз сабақтарымызда анықтама берген кезде, сол кезде қандай анықтама береміз, балалардан сұраймын. Енді айтады, балалар сол тілде сөйлейтін, ойлайтын деп көбінде анықтама беріп жатады ғой. Ал сосын сұрақ қоямыз, енді әрбір қазақ болғаннан кейін дұрыс ұлтжандылық болады. Қазақ тілі мен ана тілім деп айтады, бірақ соны қымсынып айтады, ұялып айтады. Өз-өздеріне сенімді емес, сенімсіздікпен айтады. Неге? Өйткені олар ол тілде таза сөйлей алмайды. Ол тілде енді ол балалар ойларын ойластырмайды, ойлайтындары сол бір орыс тілінде. Сондықтан да осындай бір қиын бір қазір жағдайға тап болып отырмыз. Шынымен де қазақ тілін ана тілінде осы қазақтардың тануында үлкен бір мәселе жатыр деп білемін. Мәселесі енді Павлодар жақта көп шығар, өйткені не деген орыс тілі қатты дамыған орта ғой енді. Осындай, сол айтып отырмын ғой, жұмыс жасайтын мектептерінде бір 70-80% қазақ балалары отырады. Сондықтан да бір үлкен енді сондай бір мәселе деп білем. Неге сол балаларды біз мысалға қазақ сыныбына отырғызбасқа? Бірақ қазақ сыныбына отырғызған кезде де бір енді мәселелер бар. Енді өзім де ұстазбын, өзім де анамын, өзім де балаларым бар. Балаларымды енді қазақ мектептеріне бердім. Биылғы оқу жылында ғана мысалға балам 1-ші сыныпқа барды. Қазақ сыныбына болмай отырғызғаннан кейін ең алғашқы ата-аналар жиналысына қатысқан кезде үлкен тағы да бір мәселені көрдім. Енді өзім орыс сыныбында жүргеннен кейін мен үшін ол үлкен мәселе, сол қазақтардың орыс сыныбында отыруы мен үшін мәселе болса, енді келіп өз баламды қазақ мектебіне барған кезде жиналысқа келген ата-аналардың 90%-ын орысша сөйлеп, менің балам орысша қазақша түсінбейді деген кезде, сол бір 30 баланың ішінен таза қазақша сөйлеп тұрған бір 3-ақ баланың барын білгенде, тағы да енді әттеген-ай деген түсім бар. Осындай енді жағдайлар бар. Бұл енді сіз енді ылғи осы мектепте жүрсіз, балалардың ортасында. Бұл енді соңғы кезде бір белең алып жатқан тенденция сияқты, Тілді білу баланы ол отбасына байланысты деп білем. Жалпы бала тәрбиеленіп отырған отбасы, баланың ана тілі, ол ананың сүтімен бойға дарғаннан кейін, әр бала сол тілде отбасында, ең алдымен мектепте емес, баланың тілі отбасында шығады. Сондықтан да бұл жерде отбасы ата-ананың тілге деген құрметіне назар аударған жөн сияқты. Яғни баласына жаңағы дұрыс ана тілінде бір-бірімен қарым-қатынасқа түссе. Бірақ енді қазіргі енді бізде мынау мобильділік дейміз, сол жаққа ауысып кетіп жатырмыз ғой. Көптеген мына гаджеттарды пайдаланады балаларымыз. Сол жақтағы мысалға шетелдік мультфильмдерге әуес қой көреді. Соларды көріп пе, мүмкін жаңағы қазақ, бірақ шынымен де мәселе бар, ата-анасы қазақша сөйлесе де баланың жаңағы орысша сөйлеп жатқан жаңағы сондай бір мәселелер бар. Сол шынымен де бір гаджеттардың ба бір септігі бар деп ойлаймын. Бірақ енді мен ойлаймын, жалпы адам болғаннан кейін өзім де анамын. Мысалға өзім қазақ тілін ерекше шексіз сүйгендігім болар. Ол бұл менің балаларыма дарыған. Менің балаларым да қазіргі кәдімгі балалар сияқты, олар да гаджеттерді қолданады. Олардың да ортасы мінекей көп жерде орысша сөйлейді. Бірақ та олар менің жаңағы тілге деген ерекше құрметімді көріп, балалар ұялады. Үйде кейде жүр бір орысша сөз айтып қойса, соған қымсынады. Мен естіп қойдым екен деп маған жалт қарайды. Яғни олар мені бір қазақ тілдің бір ерекше бір несі ретінде көреді, қалай айтсам екен.
бір қазақ тілге бір құрмет, сондай бір менен қорқады, ұялады, үлгі алады. Соны бірдеңе басқа орысша айтып қойса, сол менен ұят болатындай, сондай жаңағы деңгейде. Ол менің өз балаларымда да және өзім шәкірттердің арасында да байқалады. Шынымен де мені көрген кезде мен тек қана қазақша сөйлесу, мысалға қазіргі енді сабақ барысында көбінесе қашықтық сабақтар болып жатса, WhatsApp желісін қолданамыз. Бұл WhatsApp желісі мен арнайы чаттар ашам балалармен, бірақ ол жерде ескерту жазамын. Ең алдымен біз тек қана қазақша сөйлесеміз. Әрине ол орыс сыныбының балалары. Бұл чатта ашылған кезде ең бірінші қиналатын балалардың телефондарында қазақы клавиатураның қаріптің жоқтығы. Сондықтан да ең бірінші олардың ниеттері барлығы жанталас болсын, қаріпті құрады. Одан кейін сол мен амандасқаннан бастап, менде бос уақытым болса тек қана сабақ қатысымыз, күнделікті демалыс күндерде қайырлы таң, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін деп әртүрлі жаңағы лексикалық минимумдарды беріп отырамын. Балалардың соған деген ерекше қызығушылығы бар. Яғни ата-анадан көп нәрсе байланысты. Көп нәрсе жалпы өзім ата-анадан, отбасынан байланысты деп. Егер де ол отбасы шынымен де балабақшаға, балабақшаларды қазақ тіліне аудару керек шығар, мүмкін түгелдей бірыңғай. Егер мысалы қазақ балабақшаларды қазақшаға аударсақ, басқа ұлт өкілдері соған бір керемет қарсылық жасайды деп мен мысалы өзім ойламаймын. Мен де ойламаймын. Қазір тіптен өзге ұлт өкілдерінің пейілі дұрысталды. Олар қазақ тілін сыйлау қажет екендігін, қазақ тілін осы мемлекеттік тіл екенін мойындап, қазақ тілін үйренгісі келеді. Бірақ біз өзіміз осы балабақшадан бастап сол жаңағы жасанды түрде искусственно дейміз ғой енді. Қазақ орыс деп бөліп аламыз да. Содан басталады бәрі. Яғни жоқ мемлекеттік тілде мынау іргетасы десе, мысалы мен өзімде мектеп директор болдым көп жыл. Көп балалар қазақ балабақшасына барып, содан тамаша қазақша үйреніп кеткен жағдайлар көп болды. Мынау 23-29 жылдарға арналған үлкен мемлекеттік тұжырымдама қабылданды тіл саясаты жөнінде. Сонда асты сызып айтылған қазір Қазақстанның мынау ұлттық үлесі, ұлттық бөлісі жағын үлесі 70% қазақтар болды. Бұрын осыдан енді біз тәуелсіздік алған жылдары 30-40%-ың көлемінде болған, қазір 70-ке жетті. Яғни демографиялық ситуация жағдай түгел өзгерді. Біз енді соған қарай саясатта да өзгертуіміз керек. Оның үстіне айтып отырғаныңыз жаңағы орыс сыныбы дегеніміздің ішінде 70-80 мүмкін 90% қазақ балалары отыр. Сондықтан бұл жерде көзқарас, жалпы мынау әдістеме болсын, мазмұн болсын, соған көп өзгерістер жасау керек шығар. Мүмкін ол орыс сыныбында отыра берсін, бірақ біз оқыту тәсілін қазақ баласын оқытып жатқанымызға қарай ыңғайластыру керек. Себебі шынымен де жаны ашиды, осы орыс сыныбына келгеннен кейін әліппе емес букварды оқығанына шынымен де жүрегім ауырады. Буквар емес, ол неге ол да әліппе болып барлық стандарт неге бекітілмеске? Ол қазақстандық қазақ болсын, немесе өзге ұлт болып қазақстандық азамат қой. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде буквар деген жаңағы алып бірыңғай әліппені енгізсе дұрыс болады. Және де өзіңіз де айтып отырсыз ғой, балабақша шынымен де барлығы балабақшадан басталады. Бұл жерде шынымен де өзге ұлт өкілдерінің қуана баратын сияқты. Қазірдің өзінде қазақ топтарының арасында орыс балаларын барып жүргендігін көреміз. Сондықтан да бірыңғай осы балабақшаларды жаңағы қазақшаландырса, ол дұрыс болар еді. Өйткені ең алғашқы қатынас, сөйлесу әрекеті, қазақы болмысты қабылдау, балабақшада ғой барлық ұлттық ойындар, салт дәстүр, барлық осы жерде олар тәрбие қазақ тілінде берілсе, ол ерекше қабылданады. Сол бір салт дәстүрді, жаңағы ойындарды орыс тіліне араластырып бергеннің таза қазақша бергеннен дегенмен де бір айырмашылығы болады оның. Яғни балаларды дереу ұлтына қарап бөле бастаймыз балабақшадан бастап. Жаңағы әліппе мен буквар өте дұрыс айттыңыз. Шынында да әліппе дейтін болсақ, сол барлық құндылықтың бастауы ғой. Әріпті үйренгенде де, оның ішінде мынау біздің енді барлық мәдениетіміз, құндылықтарымыз сол жерде бастап алады. Мысалы, мен өзім оқулық орталығында директордың орынбасары болдым. Сараптама жұмысымен айналысқан кезде тіптен алғашқы келген буквардың нұсқаларында Мәскеуде жазып қойған, Кремльде жазып қойған, тіптен сондай, яғни оны дайындайтындар орыс азаматтары
тіптен Ресейдің материалдарын кіргізіп қойған жағдай. Ал енді соны сараптамада біз тоқтатып тастадық. Ал енді сараптама дұрыс болмаса соның бәрі өтіп кетуі де мүмкін мысалы. Яғни бір менталитет, көзқарас. Бұкі бар ма, бұл орысша болу керек, орысша жаңағы тәрбие берілу керек деген сияқты. Сондықтан осындай өте нәзік мәселелер бар. Жалпы сол тұжырымдаманың аясында осы көзқарасты өзгертіп, тағы да айтқымыз келеді. Бұл ешқандай орыс тілді азаматтарды, орыс азаматтарын жаңағы кемсіту емес. Керісінше оларға қолдау көрсету, мемлекет тілді игеруіне қолдау. Ол орыс тілін білет. Оған біз 100% қолдау көрсетіледі. Өзінің ана тіліне ешкімді қақысы жоқ. Оған бір кедергі жасауға. Ал енді мемлекеттік тілді білуге, игеруіне мемлекет болсын, ұстаздар болсын, әрбір балабақша болсын, соған үйрету, көмектесу, қолдау көрсету ол біздің парызымыз. Сол кезде олар риза болып рахмет айтады. Бұл жерде жайлап негізінен қарастырған дұрыс болар еді. Сол қандай жаңағы сынып болмасын, ең алдымен Қазақстанда осы білім беру жүйесінде бірінші сыныпта әліппенің болған дұрыс. Ал орыс жаңағы сыныбы болса да, ол жерге келетін балалар орысша сөйлеп келеді. Сондықтан да оларға буквар емес, мүмкін орыс тілі де оқытылса да, ешқандай бір кемістік жоқ. Ол жерде бір кемсіту жоқ. Кәдімгі орыс тілінде оқытылсын. Әйтпесе бізде буквар оқытылады, сосын қазақ тілі оқытылады. Керісінше қазақ тілі ең алдымен біз қазақ тілін білу ол сауаттылықтан басталады. Шынымен де қазақы әр төл дыбысты білу, сол әліппеде қалыптасса, сол дұрыс болар деп ойлаймын. Ал орыс тілі қосымша орыс тілі болып оқытылған. Бұл енді үлкен зерттеуді қажет ететін, ойлануды қажет ететін нәрселер. Сөз барысында бізде осындай ойлар туып жатыр. Енді Инга ханым, тағы бір сұрақ. Сіз енді тек қана мектептің аумағында шектеліп тек өзіңіз сабағыңызды беріп кетіп жүрген шығарсыз. Енді қоғамдық жұмысқа айналысасыз. Мысалы, әртүрлі қоғамдық ұйымдар бар. Осы мемлекеттік тілдегі қолдау көрсететін, халық арасындағы ынтымақтастықты дамытатын деген сияқты сондай қоғамдық ұйымдар қатысасыз ба? Әрине, енді мен тек қана қазақ тілінің мұғалімі, қазақ тілін айрықша жақсы көргеннен кейін түрлі іс-шараларға, мінекей бүгінгі осындай өздеріңіздің шараларыңызға естігеннен тура қуана келіп отырмын. Сондықтан қандай да бір шара болса, сол бір шаралардың барлығына қатысуға тырысамын. Өзімді тіл жанашырымын деп айта аламын. Енді өзіміздің өңірлік Қазақстан Халқы Ассамблеясы орталығы бар, достық орталығы. Сол жақта да әртүрлі іс-шараларға белсенді түрде қатысып тұрамын. Одан кейін мінекей біздің мәдениет бөлімі өткізетін түрлі жаңағы тілге байланысты жаңағы шараларға белсенді қатысам. Осы өткен осы жаз айында бізде республикалық осы тіл комитетін ұйымдастырумен мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы деген үлкен ауқымды шара болған болатын. Соған енді аты жөнім Гросинга болғаннан кейін енді қатысуын мен де қатыстым. Құжатында бергеннен кейін сол жерде қатысқандығым мүмкін басқаларға үлгі болайын деп, мен ерекше бір сондай тілге деген құрметімді көрсін, үлгі болсын деп жаңағы қатысқан болатымын. Сондықтан да бұл жерде жақсы бір деңгейге шығып, республикалық деңгейге дейін жетіп, бас жүлдені алған болатым. Сол шараға сондай бір өте қуанышты болдым. Бұл шараға барған кезде, шынымен де республикалық шара өткен кезде осы Қазақстанымыздың түпкір-түпкірінен өзге ұлт жаңағы азаматтарының келіп қатысқандығына шынымен де қуандым. Солардың арасында да талай мысалы осы жақсы кәсіпте, жақсы қызметте отырған Қазақстанның өзге ұлт өкілді азаматтарын көргеніне өте қуандым. Шынымен де әр салада, қай сала болмасын, журналисті бар. Шынымен де қазақ тілі, менен басқа қазақ тілінде мұғалімдері бар екен, дәрігер болсын. Сондай бір саладағы ерекше жандарды бір шамалы қозғалыс жасау керек шығар мүмкін. Сол бір шараға өте риза болдым. Шынымен де ол жерде тек қана тілді білу емес, салт дәстүрге байланысты бір ерекше бір білімді қажет ететін логикалық сұрақтарды соның барлығын мүдірмей жауап беріп, әрбір жаңағы байқаулардан, сайыстардың нелеріне өткен кезде соған риза болдым. Тура сондай шынымен де біздің Қазақстанымызда үлгі тұтатын сондай бір жандардың барын. Бұл қандай байқау дедіңіз? Республикалық аты қандай? Мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы деген тіл комитеті. Тіл комитеті осы министрлікке қарасты. Енді ол дәстүрлі түрде өтіп тұратын шығар. Дәстүрлі түрде, жыл сайынғы. Оның өресін кеңейте беру керек.
алғашқы рет өткізілді ме, бұрында болды ма? Жоқ, жыл сайын болатын шара, осы жолы бір. Иә, көрдіңіз бе? Соған қатысудың өзі қандай мәртебе? Сол жерде жаңағы қатысушы болғаннан кейін талай қатысушыларды көрдім ғой, өнерден келген. Сондай бір ерекше қызығушылық менде пайда болды да, осы олармен сөйлесу, олармен жаңағы бір сайыста болған өзі мен үшін үлкен қуаныш болды. Сосын ойладым, осы бір кездесу бір күнмен шектелмей, алдағы уақытта да талай бір үлкен жобада кездессек екен. Мысалға бір болады ғой, өзге ұлт өкілдерін жинастырып бір қазақ ауылға алып барып па, бір салт дәстүрді бір ойындармен, кәдімгі ауылдың тыныс тіршілігімен бір күндік бір жайлап бір түсірілім бола ма, бір арнайы жоба ма, сондай бір жалғасты күткен сияқты болдым да. Сондай бір жақсы бір жоба ұйымдастырылса, негізі керемет болар еді. Әр өңірден, Қазақстан әр өңірінен сондай бір ерекше азаматтарды шақырып алып, бір негізі тілді білу ол қажеттілікке байланысты ғой, қажеттілік болу керек. Қажеттілік қайда, орта қайда, ол шынымен де ауылды жерде, сондай бір ауылды жерге апарып, сол жерде бір жоба жасаса, негізінен керемет болар еді. Сондай бір түсірілімді. Ауылдық жер ғана емес, қалада, әсіресе қалада осы мектептерде кездесу өткізіп, мысалы балабақшалар болсын, мектептерде әсіресе ол балалармен кездесу, сіздер сияқты қазақ тілін меңгерген азаматтармен кездесудің өзі үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Жалпы Инга, дұрыс, бұл ойыңыз дұрыс. Сіздің осы бір іс-шарада қатысып бас жүлде алдым деп отырсыз ғой, керемет, қандай мысалы жетістік. Жалпы осы үлгі тұтатын азаматтар көп қой. Біз ылғи Димашты айтамыз, Димаш Құдайберген. Димаш туралы сіздің пікіріңіз қалай? Яғни бір адам тек қана осы біз Қазақстанымызда жүріп, әлі сол тілді проблема жасап жүрміз. Орысша сөйлейміз бе, қазақша сөйлейміз бе, орыс мектебі ме, қазақ мектебі ме деп. Димаш бүкіл әлемге үлгі тұтып, үлгі көрсетіп, қазақ тілін әлемнің, анау Бразилияның, Аргентинаның, немесе Австралияның адамдарына үйретіп жатыр. Осы жайлы өзіңіздің пікіріңізді айтыңызшы. Шынымен де енді бұл өте сондай бір қуантарлық, біз үшін мақтаныш тұлға. Димаштың осындай бір деңгейде, осындай деңгейге жеткендігі. Енді Димаш сияқты, мен ойлаймын, әрбір азамат өзіне сондай бір ерекше міндет қою керек. Мысалға мен айтып тұрмын ғой, мен өзім мектепте жүрген кезде бір қазақ тілінің бір символы ретінде балаларға көрінетіндей дәрежеге жеттім. Себебі мен қазақ тілін айрықша жақсы көремін. Балалар соны түсінеді. Менімен жаңа қазақша сөйлеуі, сол мектепте мысалға өзімнің әріптестеріме де тек қана қазақша тіл қатып сөйлесуім, ол менің ерекше бір тілге деген құрметім. Сондықтан да кез келген мысалға орыс сыныбында жүрген басқа енді пәнді мұғалімдер бар ғой, басқа ұлт өкілді, олар мені көрген кезде көбінде осы қазақ тілінде менімен сөйлесуге тырысады. Ол да бір сондай бір өзімнің тілдінге қосқан үлесім деп білем, ниетім деп білем. Және негізінен өзі мектепте жұмыс жасағаннан кейін қазір көрем, көбінде неге осы бір жарайды, енді ол жерде әртүрлі ұлт өкілдері бар, енді пәндік деңгейі бар, бірақ қарапайым бір лексикалық минимум, мысалға амандасу болсын, соны неге бірыңғай қазақша қылдырмасқа деп ойлаймын. Кейде мен өзім таза қазақша амандасам, бірақ здравствуйте деп әріптестерім амандасып жатқан кезде соған жүрегім ауырады. Неге таза бір амандасу стилін таза қазақша қылдырмасқа, сөйлесу стиліне асхананың өзінде мысалға тек қана қазақша жіберілсе деймін. Сондай бір үдеріс керек негізінен. Өте дұрыс айтасыз, бір үдеріс, бір қозғалыс, кәдімгідей бір өзгеріс керек. Басқаша көзқарас. Мысалы хабарландырулар, барлық жерде тұрған жарнамалардың барлығын біз түгел 50-ге 50 қазақша орысша жазып қойдық. Орыс азаматы немесе орыс тілді азамат қазақша үйренейін десе, ана орысша дайын тұрғаннан кейін бірден көзі орысшаға түседі де, ана қазақша қарамайды да. Сондықтан біз егер жарнамаларды қазақ тіліне аударсақ, әрине бір күрделі сөздерді қалдырып, ал енді күнделікті қолданатын сөздің бәрін қазақша жарнама жасайтын болсақ, біз қазақ тілін үйренгісі келіп жүрген ниеті түзу адамдарға көмектесеміз, олар бізге рахмет айтады. Сондықтан сіздің айтып отырғаныңыз шынында рас. Мысалы асханада болсын, көшеде, транспортта, осы кіру шығу жаңағы барлық адам көп жүретін жердің барлығында хабарландырулар мемлекеттік тілде болатын болса, ешкім оған ренжиді деп ойламаймын. Қиналатын ештеңе жоқ орада.
солай ғой айтып отқаныңыз. Сол амандасудан да бастаған Амандасудан басталады, өте иә. соған жаңағы здравствуйте деген сөз естіген кезде маған бұл қабылдай алмайды екен. Тіптен қазақ балаларының өзі бір-біріне здравствуйте иә, деп жүреді ғой. Сөйтіп ана басқа пән мұғалімдеріне сөйтіп амандасқан мен жүрегім ауырады. Сондықтан да бір сондай бір жаңағы тренд бір енгізсе мектептерде, мекемелерде тек қана қазақша амандасу деген сияқты. Ұлтына қарамай, бірыңғай бірінші қадам сол болады. Бірінші қадам сол болған жаңағы дұрыс деп білемін. Арғай қалыңыз қалай, қайырлы таң. Иә, содан кейін ол арғай қажеттіліктен туындай бастайды. Сондықтан шынымен де жаңағы хабарландырулар кез келген жерде тек қана қазақ тілінде жайлап жаза бастасақ ол дұрыс. Мен де айтып отырмын, мысалға WhatsApp желісінде балалармен ашқан чатымда таза хабарландыруларды қазақша жазамын. Үй тапсырмасына байланысты бір беретін болсам, орысша жазбаймын, тек қана қазақша. Оны балалар кейбіреу түсінбейді, әрине олар алады не істейді, оны ана аудармашы переводчикқа салады, ол жерден алып, сосын түсініп, мағынасын менің не айтып отырғанымды түсініп, маған жауап беру үшін орысша ойлайды ғой, өздері айтады. Орысшаны алып, сосын олар қазақшаға салады. Сосын оны маған чатқа келіп салған кезде мен бірден түсінем, күлкім келеді. Енді қазақшасы дұрыс болмайды, бірақ ниеттерінен айналдым деймін. Шынымен де маған деген құрметтері, қазақша маған жауап беріп, мен түсіну үшін талпыныстарын шынымен де осындай балалардың бағалаймын. Сондықтан да көш жүре өзгереді. Сондықтан да қозғалыс жасау керек. Бір жаңалық енгізу керек, бұрынғы үрдіспен жүре бермеу керек. Мен ойлаймын, осы тұжырымдағанда да сол көзделіп отқан сияқты. Өйткені мына демографиялық ситуация өзгерді. 70-30 деген соған байланысты ақпарат құралдары, іс қағаздарын жүргізудің барлығы 84-94%-ға дейін 29 жылға дейін солай болу керек деген ұстаным бар. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Соның алғашқы қадамдарын біз жасауымыз керек. Жалпы халық жоғары жақтан парламент не дейді, үкімет не дейді, президент не дейді деп күтіп отырмай, мынау өзіміздің халықтың арасында жұмыста жүргізілуге тиісті. Оған осы қоғамдық бірлестіктер, ұстаздар болса да әр уақытта ортада жүріп өзінің үлгі болуымыз керек. Жаңа идеяларын айтып, бір қадамдар жасай беру керек. Оған қазір ешкім ренжімейді. Ұлтаралық бір араздық тумайды деп ойлаймын мен. Қазір жалпы мынау санасы дұрыс адамдардың барлығы мемлекеттік тілді мойындап, оның мынау бәріміздің басымызды біріктіретін, ынтымақтастық жасайтын құрал есебінде оның мәртебесін түсініп отыр деп ойлаймын. Сондықтан енді соңғы бір-екі сұрақ. Жалпы Павлодар қаласы әр уақытта біз сол орыстанып кеткен қала деп айтамыз. Қазір қалай ол жақта жағдай? Енді қалай айтсам екен, енді Павлодарда шынымен де этнос өкілдері көптеп тұрады, енді 50-50 деп айтсақ болады. Бірақ дегенмен де қазақ тіліне деген шынымен де қазір бір құрмет, талпыныс халықтың арасында бір жақсы жаққа қарай байқалады. Шынымен де адамдардың ниеті, пейілі дұрыс. Енді Павлодар мен үшін бір сондай бір мәдениетті қала деп білемін өз қаламды. Көптеген мәдени орындарда болған кезде, қоғамдық орындарда, қоғамдық көлік болсын, мәдениеттілік бізде жақсы сақталған. Павлодар облысымызда да мінекей жаппай мектептерде көбісі қазір мінекей қазақшаланып жатыр. Енді бұрынғы уақытта 30 шақты мектеп орыс мектебі болып, 10 шақты ғана қазақ мектебі болса, қазір сол орыс мектептердің өзінде біз жаппай қазақ сыныптарын ашып жатырмыз. Әрбір орыс, қазір таза орыс мектебі деген жоқ. Әрбір орыс сыныбында бізде қазақ сыныптары ашылған. Аралас мектеп болып саналады. Аралас мектептердің саны көбейді. Сонымен қатар әртүрлі мінекей бізде сол ассамблеямыз бар, достық үйі, сосын мына мәдениет архив ісі басқармасы бар. Олардың да жаңағы білім басқармасының жұмысы қарқынды, шаралар жиі көптеп өткізіліп тұрады. Осы өзіміздің мектебіміз жақын арада 1 жыл бойы мінекей эксперименталды мектеп болып табылады. Осы мінекей Астана қаласындағы ұлттық Алтынсарин академиясымен бірге осы 3 тілді білім берудің негізін қалыптастыру деген жаңағы жоба бойынша жұмыс жасаймыз. Өзіміздің мектебімізде ай сайын тура осы қазақ тіліне байланысты көптеген шараларды ұйымдастырып келеміз. Соған жаппай қатысу бізде өте жақсы. Енді өзім мұғалім болғаннан кейін әрқашанда шәкірттеріме үлгі болуым керек. Ең алдымен шәкірттерімді қызықтыратын ол менің аты жөнім. Бірінші сабақтан аты жөнім өзге болуынан балалардың деген ерекше қызығушылығы артады. Және де айтады ғой, тілді оқытудағы ең бірінші тәсіл ол мен ойлаймын жүректен жүрекке. Енді қазір біз мұғалім болғаннан кейін мұғалім деген мына соңғы болып жатқан ғылым мен білімдегі жаңалықтардан құлағдар болу керек, әртүрлі әдіс тәсілдерді барлығын меңгеруіміз қажет. Бірақ деген
мен де ең қарапайым әдіс ол жүректен жүрекке деп білемін. Менің жүректегі қазақ тіліне деген махаббатымды алдымдағы отырған шәкірттерім сезініп, олардың бойына сол сіңгеннен кейін олардың да ерекше жаңағы құлшыныстары артады. Сондықтан да қазір мен өзім сабақ оқытатын балаларымның бір ерекше құлшынысын көремін да балалардың. Сондықтан да мен кейбір балалардың қазақ тілін қажет етпейтін, қазақ тілін оқығысы келмейтін деген ондай оқушыларды көрмейді екен. Барлығында ниеті дұрыс тілге деген. Тек қана солармен қарқынды жұмыс жасасақ болғаны, қолдау көрсетсек. Өте жақсы. Абайдың осы сөзімен үлкен құрметпен қараймын. Жаңа айтқанда жүректен жүрекке деген. Ақылмен ойлап білген сөз бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар дейді. Яғни жүрек арқылы, сезім арқылы ол мына қанға өтіп генотипке айналады. Яғни біз күнделікті айтып жүрген нәрсеміздің барлығы ол ақпарат, ол білім. Білімнің өзі жылы жүрекпен нұрлану керек. Сол кезде бар білім ақылға айналады. Егер ол таза білім болатын болса, ол әртүрлі болуы мүмкін, зиянды білім де болуы мүмкін. Ал енді жүректің, жылы жүректің шапағатымен нұрланса, ол ақылға айналады, ал ақыл ол адамға пайдалы нәрсе. Сондықтан Абайдың философиясы осындай ғой. Сондықтан жаңағы сіз айтқан жүректен жүрекке жететін сөз керек. Бүгінгі біздің подкастымыз сол жүректен жүрекке жететін подкаст болды деп ойлаймын. Бүгінгі хабарымызға келіп, уақыт бөліп, өте өзіңіздің бағалы ой пікірлеріңізбен бөліскеніңізге, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге, жүрекке жететін сөздер айтқаныңызға үлкен ризашылығымды білдіреміз. Үлкен рахмет. Ең басты бұл жерде біздің қосылуымызға бүгінгі осындай бағдарламаның себепкері бұл біздің тіліміз. Тіл ұлттың жаны, рухани болмысы. Тілді білген адам ғана дейміз, сол ұлттың жан дүниесін түсінеді деді, қадіріне жетеді. Тілді білу аз, оны біз меңгеру қажетпіз. Меңгеру аз, оны орындау қажетпіз. Сондықтан да бүгінгі міне осындай игі шараларымыз сол бір мемлекеттік тіліміздің орындалуына септігін тигізетін игі шара деп білемін. Сондықтан да сіздерге де алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Осындай тағылымы мол бағдарламаңыз, түсіндіріңіз бола берсін деймін. Рахмет, Ингер ханым. Көп аман сау болыңыз.